Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қоғамда өте маңызды орын алатын мамандық монтер, яғни электр монтері туралы толығырақ айтып бергім келеді. Қазіргі заманда электр тоғы энергиясыз өмір сүру мүмкін емес. Үйлеріміздегі жарық, тоңазытқыш, теледидар, мектептегі компьютерлер, ауруханалардағы құрылғылар барлығы электр қуатымен жұмыс істейді. Ал осы жүйелердің үздіксіз әрі қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін маман монтер. Монтердің атқаратын жұмысы өте жауапты және күрделі. Олар электр желілерін орнатады, жаңа ғимараттарға сым тартады, ақауларды анықтап жөндейді, трансформаторлар мен электр қалқандарын тексереді, электр бағаналарына шығып, сыртқы желілерді жөндейді, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтайды. Менің атам монтер. Менің атам ұзақ жылдар бойы, яғни 42 жыл монтер болып жұмыс істейді. Ол өз ісіне адал, еңбекқор адам. Ауылдағы талай үйге жарық тартып, электр жүйелерін жөндеген. Адамдар оған сеніп көмек сұрайтын. Менің атам осы мамандық арқылы елге пайдасын тигізген үшін мақтан тұтамын. Оның еңбегі нағыз ерлік пен жауапкершіліктің үлгісі. Кейде олар ауа райының қолайсыз жағдайында да жұмыс істейді. Мысалы, қатты жел, жаңбыр немесе аяз кезінде үзілген сымдарды қалпына келтіреді. Өйткені адамдар жарықсыз, жылусыз қалмауы керек. Монтер болу үшін қандай қасиеттер қажет? Техникалық білім, ұқыптылық, жауапкершілік, батылдық, физикалық төзімділік, қауіпсіздік ережелерін жақсы білу қажет. Электр тоғы қауіпті болғандықтан бұл мамандық үлкен сақтықты талап етеді. Әрбір әрекет нақты есеппен және тәртіппен орындалады. Білім алу жолы: монтер болу үшін колледждерде немесе техникалық оқу орындарында арнайы мамандық бойынша білім алуға болады. Оқу барысында электротехника негіздері, қауіпсіздік ережелері және құрал-жабдықтармен жұмыс істеу үйретіледі. Теориямен қатар тәжірибелік сабақтар да өткізіледі. Монтер қоғам үшін аса қажет мамандық. Бұл тек техникалық жұмыс емес, бұл адамдардың қауіпсіздігі мен жайлы өмір сүруіне қызмет етеді. Осындай мамандардың арқасында біздің үйлеріміз жарық, қалаларымыз жұмыс істеп тұр. Сондықтан монтер мамандығы құрметті, маңызды және болашағы бар кәсіп. Назарларыңызға рахмет.